Биыл Дос Мұқасан тобына 55 жыл. Той жырымен халыққа етене танылған музыканттар бүгінде 70 жастан асқан. Атаңызға айналған топтың шығармашылығына арнап отандық кинематографтар көркем фильм түсірді. Басты рөлдерде кімдер сомдайды? Туынды көрерменге қашан жол тартпақ? Толығырақ бейне материалда. Дос Мұқасан фильмде музыкалық топтың жарты ғасырға жуық тарихы баяндалады. Алғашқы ансамбль болып құрылу хикаясынан бастау алған. Фильмде музыка, талант, алғашқы махаббат, сенім мен нағыз достыққа құрылған Досым Сүлеевтің шынайы жүрек жарды әңгімелері де көрсетіледі. Топ жетекшісі кино желісі өзіме де қызық деп отыр. Ең бастысы жастарға үлгі болса дейді. Көптің көңілінен шығатынына сенімді. Кино жастық кезіміздегі кезді көрсетеді. Біз сол 20-25 ақ қойғанда сол кезде. Мынау жастарға сол жақынырақ. Жастардың сана сезімін, рухын көтереді деп ойлаймын. Патриоттық сезім мен намыс деген қасиеттерін көбейтеді деп ойлаймын. Көркем фильм мәдениет және спорт министрлігімен ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының тапсырысы бойынша түсірілді. Отандық туынды әртүрлі жастағы аудиторияға арналған отбасылық кино. Егде жастағы адамдар жастық шақты, сол кездегі әндерді сағынышпен еске ала алса, жастар қазақ Битлзінің қалыптасу тарихымен танысуға мүмкіндік алады, дейді жобаның музыкалық продюсері. Бұл жоба ұлттық киноны қорғау орталығы арқылы іске асырылды. Ұлттық құндылықтарды сақтайтын, біздің қазаққа деген кәдімгі бір жақсы тақырыптарды, сондықтан Дос Мұқасан ол қазақтың бренді ғой. Сондықтан егер отбасылық туынды деп айтуға болады, өйткені мысалы үлкен кісілер, біздің әке-шешелеріміз, әжелеріміз жастық шаққа деген бір жаңағы ностальгия. Дос Мұқасан Ефрат Шәріповтің сценарийі бойынша түсірілген өмірбаяндық фильм. Режиссері Айдын Сахаман. Ұйымдастырушылардың айтуынша актерлік құрам портреттік ұқсастық бойынша таңдалды. Оған елімізге танымал актерлер мен блогерлар түсті. Түсірілім жұмыстары 2021 жылы сәтті аяқталған. Аталмыш картина қазақстандық көрерменге осы күзде барлық кинотеатрлардан көрсетілмек. Әсел Дүкенбаева, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс.